Қымбатты таразылар, таразы белгісінің өкілдері, бұл сізге ақпан айының жұлдыз жорамалы. 2025 жылдың ақпан айы сіздер үшін жаңа мүмкіндіктерге, қарым-қатынастарыңызды нығайтуға арналған кезең болады. Жұмыс пен қаржыда өзгерістер болады. Бұл айда сіздің энтузиазм мен еңбекқорлығыңыз арттырады. Алайда күйіп кетуден сақ болыңыз, яғни выгорание деп атайды ғой. Сондықтан қатты жұмыстанудан да байқас болу керек. Тым қатты жұмысқа беріліп кетсеңіз, жеке өміріңіз назардан тыс қалуы мүмкін. Ақпан айының негізгі тақырыптары: жұмыс пен карьера жетістіктері, жаңа келісімдер, өмір салтын өзгерту, яғни денсаулыққа көңіл бөлу, және тепе-теңдік, яғни гармонияны сақтап, эмоциялық тұрақтылықты сақтау. Ал енді даталарға тоқталатын болсақ, 1 ақпан Венера мен Нептунның бірігуі. Бұл шығармашылық және шабыт кезеңі. Бұл күн сіздің жұмыс орныңызды, күнделікті өміріңізді жақсарту үшін керемет мүмкіндік береді. Сіз жұмысқа құмарлықпен және ынтамен кірісесіз осы уақытта, алайда шектен тыс еңбекқорлықтан сақ болыңыз. 3 ақпан Меркурий мен Юпитер байланысы. Қаржы мен білім алу саласында үлкен мүмкіндіктер ашылады. Егер сіз жаңа жұмыс іздеп жүрсеңіз, немесе маңызды келісімшарт жасасуға дайындалсаңыз, бұл күн сіз үшін сәтті өтеді. Сондай-ақ саяхат, білім алу және заңдық мәселелер оңай шешілуі мүмкін. 4 ақпан Венера Овен белгісіне өтеді. Серіктестік қатынастарда жақсарады. Егер сіздің жеке өміріңізде немесе іскерлік ортаңызда қиындықтар болып жатса, бұл кезең жаңа байланыстар орнату немесе ескі мәселелерді шешу үшін өте қолайлы. Айдың ақпан айының екінші жартысын айтатын болсақ, 9 ақпанда Марс пен Сатурн байланысы сабырлық пен табандылық жетістікке жетелейді демекші. Бұл күн карьераға байланысты маңызды жаңалықтар әкелуі мүмкін. Егер сіз марапат, жалақының көтерілуі немесе жұмыста жаңа жауапкершілік алуды күтіп жүрсеңіз, бұл кезең сәтті өтеді. 12 ақпан толған ай сіздің, яғни полнолуние 11 үйіңізде болады. Бұл әлеуметтік өміріңізде маңызды өзгерістер. Бұл күні сіз таныстар шеңберін кеңейту, маңызды ақпарат алу немесе топтық іс-шараға қатысуыңыз мүмкін. 14 ақпан Меркурий балықтар белгісіне өтеді. Жұмыс пен қарым-қатынасқа байланысты жаңа шешімдер. Бұл кезеңде жұмыс орны өзгеру немесе жаңа серіктестер орнату мүмкіндігі пайда болады. 20-28 ақпан аралығы Марстың стационарлық кезеңі. Бұл күрделі кезең. Бұл уақытта қиын шешімдерді кейінге қалдыру ұсынылады. Яғни асықпау керек. Өйткені эмоциялар тұрақсыз болуы мүмкін. Сондықтан мүмкін қате, бұрыс шешім жасап қоюыңыз мүмкін. Сондықтан асықпаңыз. 28 ақпанда новолуние жаңа ай сіздің 6 үйіңізде болады. Бұл жерде жаңа новолуниеде өмір салтыңызды өзгертуге тамаша уақыт. Спортпен айналысу, дұрыс тамақтану, немесе жаңа жұмысқа шығу, орналасу ол үшін де өте қолайлы. Құрметті таразылар, сіздерге сәттілік тілеймін. Наурыз айының жұлдыз жорамалын тыңдау үшін арнаға жазылып кеттіңіз. Келесі кездескенше.